я бір көп нелерді көрдім. Ну, разные сущности, разные эти. Бірақ күндегідей отырып ала алмадым, мне было тяжело сидеть. Жатып алдым. Можно сказать, 10 шақтысын шығарған шығарым 2-3 күннен бері. 10 шақтыдан да көп даже. 10 шақты жын ба? Қайдан жинап алғансыз? Баяғыдан жүрген нәрселер ма? Соны білмеймін, қаяқтан жинаған. Мен үйден шықпаймын, ешқайдан етпеймін. Откуда ана, может, ана балдарым, нелер күйеуім келеді ғой, барып келіп, может, еркеле ма. Я же всегда их чищу. И сыртынан не қоямын ғой. Они им цепляются, а маған цепляются, да? Даже в доме иногда үйде жүргеннен кейін, ешқайда шықпағаннан кейін я защиту не ставлю. Үйден шыққан жоқ. Может, вместе с ними. Біреудің жыны біреуге кірмейді. Это неправильно. Ну, они, как, знаете, как үйдің ішінде жүре ма, или сіздің денеңізге кіріп кете ма? Қысып жатқан енді солар ғой? Это значит, что уже есть у вас в этом, сіздің полеңізде жүрген, баяғыдан жүрген нәрселер. Біреудің жыны екінші адамға кірмейді. Потому что марафон өтіп жатқан кісілер көп қой. Үйге адамдар да келеді ғой, солардан да қалқаған болу керек. Қалқамайды. Это у вас до сих пор сол чистка, баяғы дуалардың жындары шығып жатыр, тағы қандай нелер деп ойлайсыз? Бүгін сол дуаныкін көрсетті. Көрсетті ма? Қандай екен? Жын-жында? Ой, они мелками, не шыққысы келмей, бетін көрсетпей отырды, но частями вытаскивать етті. Баланы кесіп алған кезде ішкі құрылыстан сондай не деді ғой, например, аборт жасағанда кескін болды, сондай кескін болып шықты. Кесіп тастады. Ну, они қарағым деген жоқ, потому что қарасаң они взгляд ловят. Да. Көзімнен білдім, көз тамырым қанталасып кеткен. Жеңілдедіңіз ба? Жеңілдедім, қазір ас ішіп отырмын. Сіз күні бойы тамақ ішпей солармен арпалысып, сосын чистка алғаннан кейін бірақ өзіңізге келесіз, иә? Мен 2 күн ас ішкен жоқпын, вообще батпайды ештеңе. Только су. Суға дем салынған суды ішіп отырдым сол. Қазір дем салынған ғой, иә? Қазір дем салынған судың дәмі өзгерді ма? Соны айтыңызшы. Мына жақта көп кісілер пузырек жоқ, дәмі өзгерген жоқ деп отыр. Пузырек бар. Бар ма? Мертвыйдан пузырек онша көп шықпайды, живойдан көп шығады пузырек. Мертвый, живая вода — это на платных чистках, в закрытых каналах. Ал стримда отырғанда сіз донат жібермесіз, сіздің суыңызға дем салынбайды. Кім ақша төлейді, соларға дем салынады, соларға ем тазарту жүреді. Просто так отырып, сізді ешкім бесплатно тазартпайды ғой. Жаңа біреу жазып жатыр да, суда пузырек жоқ деп. Ақша төленбегенін знайды. Ол жайлап шығады. Енді, конечно, анандай донат нетпесе нетеді, бірақ мелкий пузырьки болады да, көзге көп іліне бермейді оның несі. Сосын у меня начало вот этот лоб болеть. Прям лоб, она, неден, щитовидкамен вот этот лоб. Не щитовидка, вот этот. Третий глаз. Шишковидная, да. Да, шишковидная. Солқылдап. Қазір қойды. Вроде емес, қойды кәдімгі. Оказывается, сильные были. Но на днях мен көрдім, 10 метр ма, 15 метр ма, такой большой. Он показал лицо. Бірақ аяққа алып кетті. Это не остатки. Жынды айтып отырсыз ба? Шайтан ба? 15 метр деген дау ғой? У него такой... Алдын мен, если где-то бір суреттеп жіберетін ем, там у него рога такие большие, екі рога болады, большие рога болады, прямо в лобта тұрған. Сондай. Розовый такой. И там женщина рядом стояла. Дуан жіберген сол ғой, иә? Но она закрытая была, она через него я узнала. Олардың иісін сезем ғой, білем ғой. Через запах узнала их. Но эти тоже ихние помощники мелкие, которые. Олар келгенде біреу болып келмейді ғой, мелкие, нелермен келеді ғой, көмекшілермен. Сол остаткаларын тартып шығарып отырған ғой. Какие-то подобие осьминог сияқты бір бәлелерді көрдім, но не осьминог, как называется? Өрмекші. Такие же. Нет, өрмекші емес. Суда жүретін балықтар болады ғой, қанаты бар. Медуза. Нет, не медуза. Вот есть же рыбы такие, анандай, қанаты бар, шалпақ. Сондай такой сущность, прям тамырланып кеткен. У нее вот эти тамырлар как энергетические нелер сияқты. Ну, кәдімгі обычный растениенің тамыры болады ғой, сондай тамыр. Иә. Сондай тамырланып кеткен, соны қопарып тартып алғанында, у меня начала прям өтім шығып кеткен шығар дедім, и что-то начал кровить, местно, по-моему, начал кровить. По-моему, ана астынан қопарып алды да, отырған жеріне. И кровотечение пошло у меня.
мә саған қанды ашып кетті ма не? Не, қан кетті ма деймін? Иә, орнынан қан кетті. Мә содан я каждый раз сондай қылып тазалайды мені тазалағанда. И мен, значит, жүре береді екенмін да. Иә, сіз төзімдісіз да, просто басқа адам болса уж баяғыда өліп кетуші еді мынадай жындардан. Сіз төзімді болғаннан кейін сізге осындай сынақтар келіп отыр ғой. Енді бұл любой жынды жіберген, дуалаған кезде сіздер соған төтеп бере алатын адамға осындай дуалар келеді. Понимаете, да? Андай слабый етіп өлексе болып жүрген кісілерге бұндай дуаны ешкім жасамайды да. Бұл кісінің қасиеті бар. Қасиеті осы марафонда ашылған. 3-й класс у нее открылся в прошлом году, да? Год назад. Бұл кісі қара бақсы тоже. И осындай арпалысы, мен айтам, тезірек жұмыс бастау керек, жұмысты енді адамды тазалау керек, емдеу керек десем, бұл кісі өзінің жындарымен пока алысып жатыр. Иә, өзімдікін бір жақтап алайын, еще жан жақтан там много кто жалынады, өйтіп. Соларын, главныйлар меңгеріп алу керек, сосын барып начну. Потом сол, но бірақ бұдан 3 күн бұрын құлағым ауырып бастады. До вас мен нетпей жүргенде постоянно құлағым ауыратын еді. Непонятный болып ше. Құлағым ісіп кетеді, құлағым естіпейді. Больницаға барсам, диагноз қоя алмайды. Просто отек, простыли, мұзай бірдеңе ішіп қойдың, или от простуды деп нетеді. Ештеңе дей алмайды. Обычный спиртпен, левомиколь, солар тампон қоямын, или вишневский. Там ничего не қойды. Өзі қайтады, келеді, и на днях сондай болды опять. Сосын резко түсіндім, что не екен. И начала андай розовыйлар болды. Оның да күші жетпетті, значит, ана сильный не дедім. Уже кәдімгідей көрсетті, но до вас мен қазір марафонға кірмей тұрып, что-то мелтуно жүр бірдеңе. Кімсің десем, типа деді, но типаға көп сене бермеймін ғой. Иә. Они мелкали возле меня ходили. Сөйлесеміз дей ма? Жоқ, сөйлесем деп жүрген жоқ. Бағынатын жындар келеді ғой. Ата-бабаларымыз уже бағындырып қойған. Біз жынды байлағанда өзіміздің бағынған жынымызды жібереміз. Соны айтып жіберіңізші, қалай. Вот люди, которые не понимают, как работают, шаманы, бақсылар, не совсем понимают, нету понимания, как мы работаем. Менің өзімнің қоласында жұмыс істейтін жындар бар. Ол жындарды ата-бабамыз баяғыда оны бағындырып қойған. Сізде де сондай ғой, иә? Асылымтас. Иә. Олар келгенде, например, сырттан біреу келсе, ол менің уже біздікі бағындырып қойғаннан кейін олар өздері даладан келгендер, өздері анаған подчиняться етіп, өздері көмектесіп барады. Сен кімсің деп сұраған кездері олар көмекшімін, көмектесейін деп келдім дейді. И начинает что-то делать возле тебя. Қарайсың да үндемей, уже дальше я за ними я не слежу, қарамаймын олардың артынан. Аналардың жағында өздері контролировать етеді. Мен тек өзімнің жаңағы болмысымен атаумен болдым, бұл басқа лишний раз андай грузить етіп нетпеймін. Анандай лишний раз нетсең уже нервное состояние деп болып қаласың, нервное срывное состояние. Разныйларды көресің ғой, постоянно көз алдыңда тұрады да олар. Ана жаққа барып бүйттім, мына жаққа барып бүйттім, оны мен нете алмаймын. Мен бақсымын, мен немін дегендерге мен сене алмаймын. Потому что қанша жерге бардым, қанша жерде көрдім. Мен ананы бағындырдым, мен мынаны бағындырдым деп айтуда білмеймін даже. Оны көріп, біліп, бағындырып, көзіңменен көріп жасау керек. Басқа бақсыларға мен сенбеймін. Бармаймын да неге. Тек өз басыммен барып келем, зияратқа. Артық алмаймын, өзім тірлігін жасап кетем, сол жерде сұраған. И көп бүгін барма десе, бармаймын, бүгін шыға бер десе, шығам. Олар өздері сөйтіп айтады келетін кездерін. Шақыратын мені түрткілеп, таң атпай ата, шық, ана неңді, даңғыраңды ойна бүгін. Я давно не выходила же. Ертең дискаға тоже таң атпай айтқызып, сол не шығарып отыр ғой, стримға шыққанды қазір бар ғой, последнее время вообще не люблю. Асылында сіз маған келер алдында басқа емшілерге, бақсыларға бардыңыз, көмектері болмады деп айттыңыз, иә? Көмек, иә, неткен жоқ. Даже мен бесатаны басына да барып тазалаған. Тұра алмай қалдым 2 аяғымнан. Одан кейін анандай нелерге, Құран оқитындармен нелерге бардым. Мен, может, дін жағынан шығады. Өйткені менің ата-бабаларым дінді неткен, дінді қабылдаған ғой енді. 5 уақыт намаз, Құран. Мені өзім адам Құранды жатқа білген адам. Соны сұрап тұрған шығар деген оймен бардым. Бірақ енді олардан да түк болған жоқ. Временно, постоянно неткен берген дәрілері, берген андай шөптері ешқайсысы одан әсер еткен жоқпын. Наоборот, өзіме жаман болып бастады. И үлкен андай мұсылмандардың несін көріп бастадым, рогатыйларын. Андай киінгендері. Наоборот, солардың көріп бастадым. Сосын мен ойладым, түсім ба, или мен нетім ба, миым шашады ма дегендей болды менде. Жұмыстан деп.
жұмыстарында может содан шығар деген ойлар болды. Жоқ, бір емес бірнеше рет приступообразный сондай болды. Оны жасырудың несі жоқ, балдарым ұстап отырды қасымда. Болды сондай состояние. Одан кейін уже білмеймін, мен сізге қалай кезіккенімді, сізге келгеннен кейін уже ашылып бастады. Уақыт келген екен да маған ашылып жатқан. Соның өзінің уақыт келгенде сөйтіп не еткен, штормит еткен қатты. Қасиет деген осы. Оны ашылғанда да бірінші бақтап қарап жүру керек. Уже мен қазір 1 жыл болды ғой бақтап келе жатқаныма. Не істеуім керек, не істемеуім керек, нені үйрету керек, оны асықпау керек. Асыққанын жек көреді олар. Жайлап, айлап мынандай кезде мынандай қыл деген жерін жасасаң, сол өзі ақырындап жетектей береді. Просто кейбіреулер болады, тез нет, мынандай деп, оған не емес, адам өзіне сіңдіріп, біліп, мынандай миында сақтау керек та, қалай істеп, қалай нетуім керек екенші. Например, қазір енді мен ашылғанменен үйге келгенмен әртүрлі адамдар келеді, әркімнің артынан әртүрлі келеді. Маған үйретеді, мынандай қыл, сол кезде жақсы болады деп. Өздері көрсетіп отырады, айтып отырады. Соны жасасам, сол кезде жеңілдік алады. Ал енді аруаққа сенбейтіндер. Аруақ бізді үйретеді. Қалай жұмыс істеу керек, немен шығару керек жынды. Соның бәрін айтады ғой, енді біз ол туғаннан білмейміз ғой жынды қалай шығаратынды. Кейбіреулері сенбейді ғой. Біздерден үлкен ғой. Жын деген ол біздерден де үлкен нелер ғой олар. Уже біздің ата-бабаларымызға істеп кеткен адамдар олар. Солар ата-бабаларымыз, мықты бабаларымыз бағындырғандар, солардың келетін ұрпағымыз. Солар өзі бірге қонады, сол көрсетіп айтып отырады, қалай бағындырып, қалай істейтіндерін. Ол жай жолдан ұстап алып нете салатын емес қой. Қона салатын. Сол үшін қазағым қасиетті. Біз қасиетті халықпыз, текті халықпыз. Каждый адамда қасиет бар, өзінің қасиеті бар. Соны ұстап, соны қабылдау керек. Көбі қысылып, тығырыққа кіріп кеткен адамдар көп қасиетін қабылдамай сопротивление болады да, ой мен оны істемеймін, мен аруақ деген жоқ енді. Мысалы үшін неге кіріп кеткендер, ислам дініне кіріп ширк дейтіндер ар жағында қасиет қысып жатуы мүмкін. Содан жолдарыңыз полностью жауып тастайды. Аруақтар аямайды. Если қабылдамасаңыз. Қабылдамаса на колени қояды. Я на колени қалдым ғой менде, аяғымнан. Денім сау, еш жерім ауырмайды, бірақ аяғымнан жүре алмаймын, баса алмаймын, аяғым бастырмайды. Сосын өкпемді қыса береді, демім қыса береді. Демменен кислородный голодание всегда. Сізде жоқ. Астмаға бірдеңе болды ғой, иә? Келгенде. Помните? Не болды? Астмаға бірдеңе дем ала алмаймын деп айтушы едіңіз ғой. Жоқ, астма емес, просто ентігіп қаламын, дем ала алмай қаламын сөйтіп. Сол енді жайлап қайтып келе жатыр. Ол сөйткені олардың айтқан жолымен жүрмегеннен кейін олар ашуланады. Сосын ондай адамның қасында жында көп болады. Сол жыныменен өзінің тегін ажыратып білу керек та, қай жақтан келіп тұрғанын. Ондай нелер қасында жындарда тым көп болады ғой. Соны ажырата білу керек. Сосын анаған бара бермей, бір адаммен болу керек та, сол кезде ана көзін ашып, не айтып тұрғанын определять ете аласың да, тегінмен не сөйлесіп тұрғанын жоқ. Бірақ любой адамға наставник керек. Қасында үйретіп жүретін. Например, ата, енді менің наставнигім постоянно, уже қазір қанша не болды, бірдеңе болса келеді, айтады, осындай айтады. Сол айтылғанын жасаймын. Бәрі жақсы болады орынмен. Соны білу керек. Бастап мен де білмегенмін, қорыққанмын бастап нелердің кезінде. Қорқып жүрген күндерім болды. Келген күндер болды мені аяқ қолымнан. Қазір ол үйреншікті. Үйреншікті әдет. Қорқыныш болмау керек. Кімнің қасиеті бар? Қорқыныш болса сіздерге көрсетпейді. Тонкий, нәзік әлемді көрсетпейді. Есе страх кейбіреулері бар ғой, көп марафон өтеді, бірақ қорқыныш жүрегінде әлі болады да, ол кісілерге көрсетпейді. Бірақ емін қабылдап, тазарып жатады. Өмірінде өзгерістер болады, это несомненно, бірақ көп кісі сол бірінші сеанстан бастап көргісі келеді да, ол жүректе қорқыныш болса сізге сразу көрсетпейді, ол ашылмайды. Тем более третий глаз если закрыт, оны специально жауып тастайтын кісілер де бар. Зияратқа барып, үшінші көзіңізді жауып тастайды, сіздің каналыңызға подключаться етіп, сіздің каналыңыз арқылы жұмыс істейтін емшілер бар. Енді черный мактар жетеді ғой қазір. Сондайларға жүгіре беретін болады, сосын қысылғаннан кейін. Ана жерім ауырды, мына жерім ауырды. Олар да временно көмектеседі, но свои будет делать работу. Так что выбирайте, кому надо ходить, ребята. Сол осындай әңгіме. Енді сізге я рада, что полегчало вам. Асыл тас емшипа болсын. Марафон өзгеріп па? Энергетикасын қалай? Марафон, бастап непонятный болдым. Енді, может, ауырғаннан кейін деп неттім, но ана бұрынғысынан қарағанда бұрын үзіп тыңдайтын еді ғой, қазір вместе болғаннан кейін намного лучше ойың бөлінбейді, неңде кетпейді да былай. Потому что переключаешь, думаешь, медитациямен бұрын бөлек еді ғой. Медитация қайықта деп сұрап жүрмін ғой мен. Соны тыңдап кете бересің. Еще біреу қосылған екен, 4-шісі. 4-шісі. Соны сұрадым, болды. Вроде бәрін түсінемін, но иногда бывает,
анандай сильный үлкендер қысқан кезде затупишься, анадай не істеп не қоярыңды білмей қаласың, күндегі жасайтыныңды жасай алмай қаласың, күндегі оқитыныңды есіңнен шығарып тастайды. Соған да дайын болу керек та. Оны көру үшін дайын болу керек. Соны көремін деп айта салмай, көремін десе көрсетеді, көргісі келіп тұрғандарға, бірақ соған дайын болу керек та. Жүрек тоқтап қалмау үшін енді аруақтар по-любому сіздің психикаңызды біледі ғой, сізді жатқа біледі. Сосын мелкиларды көрсетеді да, мен анандай көрдім, мен мынандай көрдім дейді. Үлкендерді көру үшін оған дайын болу керек, и постоянно защитада жүруің керек та. Иногда біз, например, забываем защитаны қоюға. Вроде қоямыз, но бірақ часто қойып отыруымыз керек қой біз. Соны забываем, но уже көріп тұрасың да келіп жатқанын ше. Какой-то бір не. Соған дайын болу керек. Постоянно айтатын сол дайын болу керек деп. Постоянно дайын жүру керек оларға. Потому что олар бізден үлкен қаншама ғасырдың нелері бар, үлкен. Осының алдында да 1000 жылдық, 1000 жарым жылдықтарды шығардым ғой, өзі жалынды, кетейін деп. Кейбір жындар өздері келеді, жалынып, мен уже мынадан шаршадым, мені алып кетші деп. Өзі алдыма түсіп жүгіріп кетеді. Жындар да шаршайды екен адамнан. Өздері қашып келеді ғой. 1000 жылдық деген енді адам 100 жыл тұрса, в средний, енді средний поменьше же по-любому, 70-80 жыл енді средняя продолжительность жизни, ал жындар 1000 жылдап тұрады. Олар намного мудрее человека. Мы пока собираем по ниточке каждый, білімді, знание бәрін жинағанша, олар уже бәрін біліп тұрады. Понимаете? Олар до нас уже, например, біз адамның өзінің даже пример дегеннің өзіне 95-100 бергенде де 95-100 жасай алмаймыз. Олар до нас уже 10 адамды отработали. Вот сондайларды да постоянно сол тегіміз көргеннен кейін, білгеннен кейін олар айтып көрсетіп отырады бәрін. Не істеу керек, қалай жүру керек, қалай болса қалай нетеді. Например, обычно үйдің мынандай жұмыс, бір жерге бір офисқа жұмысқа кіргенде де бір системамен жұмыс істейсің, оларда да сондай да, как не сияқты. Айтып көрсетіп отырасыз. Бірақ өлтірмейді, ұрмайды, соқпайды олар. Просто бағынғаннан кейін олар да өзінің несін жасайды. Кейбіреулер болады бағынбайтын. На перерез тұратындар. Оларды алады да өздерінің несін жібереді. Өткізіп жібереді. Асау айғырларды. Ол асау айғырларды бар ғой, ол асау жындарды біздің батыр бабаларымыз келіп найзаларымен қадайды ғой. Қабанбай батыр атамыз келгенін көрдім, Өтеген батыр атамыз, вообще өтпе көп әулиелеріміз бар, сол әулиелердің енді біреу болмаса да екіншісі ұрпақ болып келеді. Біз бәрін біле бермейміз ғой. Сонда Қабанбай батыр ата келіп найзасымен 7-8 метрлік жынды найзасымен бітіп ровно жүрегіне тигенде, ну это мощно, ребята. Это надо видеть. Там не то, что 20 метрлік жындар сиіп қояды. Бағындырады. Сендейтіндер бар олардың. Оларда қолдарында кісен жүріп, бағынып қастарында жүреді. Соны көре білу керек, солармен де былай сөйлесіп, нақты нету керек. Олар келгенде сені қорқып сөйлемейді, расстояниеде тұрып сөйлесек. Мен, например, расстояниеде тұрып сөйлесем, айтатын. Сондайда, но бірақ қасында қолында или аяғында кісен жүреді олардың. Потому что кісен деп қойыпты. Кісен демесе, жан жаққа лығып кетеді оларда. И жындар көзбен қабақты енді, короче, бір жұмғанда көз бір жерді айланып келеді, понимаете, да? У них нету времени. Это время только у нас в измерении есть. Они за 1 секунду могут пройти, обойти землю, понимаете? И сонда мен осы жерде бубенді қағып, адамды тазартып отырғанда, аруақтарды бірінші шақырып аламын мен. Мен просто так шыға салмаймын ғой енді. Ойбай, сенің аруағың уже келіп қалды ма деп хейт жазатындар бар. Мен айтамын, кісілер қалай қорықпайды? Жазып отыр ғой мінекей. Астында. Адамның, олардың әлемді бір жүгіріп өтетіндей күші болса, адамның ойымен жүгіріп өтетін күші бар. Адамның күші олардан бірнеше рет артық. Просто адамның өзіне зависит. Нені қабылдау керек, қандай болып жүру керек екен. Да. Оның сондай күш бар адамда. Сол үшін екі жақтап адамға бағынады. Жында, неде. Соны бағындыра білген адамға бағынады. Хейт жазып отқандардың өздері сондайларды өтсе, сол кезде көререк қайтып жазатын. Аузарын толтырып жазады. Бақсыларға тиісуге болмайды өйтіп. Да, бақсыларға тиіскенді қойыңыздар, бірінші бәрін зерттеп алыңыздар, не айту керек. Сіз осы жазып отырған кейбір бар ғой, не қазақтың жігіттері, мен айтам, қандай білімсіздік, сондай неше түрі жазады. Енді мына жерде отырсаң, енді мен уже көріп отырмын, не істеп жатқанын. Аталар бар ғой, аруақтар саған жазғызып қойып, бүйтіп қарап отырмайды, барады да кісен сала салады, өзіңе кісен салады. Иә. Қыз болсын, ұл болсын, бір-бірін сыйлай білу керек, үлкенді
құрметтеп, кішіні ізеттеп дегендей. Да. Ол кәдімгі келе беретін не емес қой. Ол ұрпақты да тереді ішінен. Көтере алатынын ғана береді. Көтере жүретін қасында. Қасиетті любой адамға бере салмайды. Вы должны понимать, адамды өз ішінен бақытты қылу. Мысалы үшін в состоянии жертвы көбі жүреді ғой. Біздің әйелдер осы марафонға келгенде жертва болып кіреді да, уже марафон 12-ші күн біткенде или бір айдан кейін уже отзывтарын жаза бастайды. Самооценкасы өседі. Өзін жертвалық ана панцирдан шығарады, понимаете? Ол панцирді пробить етуге де күш керек. Сол панцирда отырғандар ғой мыналардың бәрі. Солардың несінде жүргендер. Тірілей апарып көрсетіп қойса көздеріне. Иә. Сол кезде қалай сөйлейтінін көрер едік. Қаншама жерлерден, қаншама нелерден шығамыз. Оңай емес бізге де. Өзі білмей, өзі түсінбейді олар. Көзімен көрмей, қолмен ұстамай. Түсінбейді. Келекет. Бөбенді да келекет. Біздің бар ғой негізгі ең бірінші Совет үкіметі келгенде, 20-шы ғасырда Совет үкіметі келгенде ең бірінші өлтіргендері, енді расстрелға көп, раскулачивание болды, байларды атты, ең бірінші өлтіргендер бақсылар мен емшілер болды, тәуіптер болды. Білесіздер ма? Не үшін? Бұл қасиет. Каждый поколениеде өзінің қасиетін беріп отырған. Өліп бара жатқанда ата бабаларымыз мені саған тапсырдым деп, менің арғы атамның қасиеті маған қонды, қайтар кезде айтыпты, ұрпақтың қыз баласына қасиетімді берем деп. Енді екі поколение, менің әкемнің әкесінің әкесі, арғы атам менің бақсы болған, әулие болған. Просто так отырмаймыз ғой, өзім, я сама себя не провозглашала, шамана, мен бақсымын, мен немін деп. Сынақтан өттік, ең бірінші сынақтан өткізеді. Просто бере салмайды бүйтіп белоручкаларға бере салады деп ойламаңыздар. Сынайды бірінші, ты достойна того, что ты лечила людей или там выводила этих джинов. Қорқыныш, бәрі болды. Я сразу мен бақсы болып кеткен жоқпын. Қаншама мектеп, енді целительский нелерді оқыдым, мен ойладым ғой, емші ғана болатын шығармын деп. Қысқаннан кейін ойладым, мен емшілік қасиетім бар, мен емдеймін деп. Не в оконцовке, потом уже было понятно, что мен осындай негативный программаны жойып тастап, потом я когда начала уже видеть, что их забирают, аруақтар келіп, емдеп жатқан адамның, мысалы үшін маткада киста болады, или омырауында рак басталып келе жатқанда, сол жерде жын отырады. Вы понимаете, что любой аурудың причинасы жын. Ана жынды байлағанда, ана жерде энергия бүйтіп по чакрамда, меридиан болады адамда чакраларында қуат, энергия бүйтіп дұрыс жүргенде, уже органға қан дейік энергия барғанда уже емделе бастайды. Ол жердегі жынды жұлып алғанда уже исцеление идет таким образом. Ана мидың ішіндегі опухольді қалай кетірді дейсіздер. Физически это невозможно. Аруақтарға все возможно. Басыңды бүйтіп ашып тастайды, ішіндегі керек жоқ нәрселерді алып тастайды. Понимаете? Матканың ішіндегі кисталары, яичниктағы кисталарды бүйтіп, қолын кіргізеді, ала салады. Енді операцияны көріп жатқан кісілер де көп қой қазір. Ана жол кім? Салтанат ханым, тоже Қызылордадан омырауындағы ісікті алып тастаған. Ол кісінің де қасиеті ашылып жатыр. Мына кісі жүре алмаған еді, на колени поставили деп өзі айтып отыр. Я ничего не придумываю, бұл менің подружкам емес, сестрам емес. Енді 4000 адам марафонды өтіп, осындай результат алып жатқанда, менің 4000 туысқаным болса да бәрін танымайтын шығармын. Негізгі біздің отбасылымыз үлкен. 7 папамның өзі 7 нелерін танимын, өзімнің двоюродный братья сестры. Ана арғы атамның қаншама ағалы нелер ағайынды болған. Понимаете? Сұрақты, мен бақсымын, мен гадалка емеспін ғой, мына жерде сұраққа жауап беретін. Кешегіде атаға басына барғанда мен ұрын оқып қалдым да, негізі сіздің атаңыз біздің арғы 7 атадан да үлкен атамыз екен бізге. Бәрібір қазақ бір-біріне туысқан болып келеді. Айналып келгенде. Сол үлкен арғы атамның да арғы атасы болып тұр ғой. Сол неден тарап отырмыз. Бірақ бір не ғой, просто біз 100-ге бөлінгенде ана араласып кетпесін, білініп кетпесін деп сол үшін нетіп отыр ғой.
Иә, жеті атаның ұстанған халық, енді жалғыз халықпыз, қазақтар бір-бірімен қыз алыспайды, жеті атамен нетке қосылмайды. Это гигиена нашей хромосомы, можно сказать, понимаете, да? Біз бір-бірімізбен басқа ұлттар сияқты үйленіп нетпейміз. Қазір только заң шығып жатыр. Где в какой-то республике запретили между братьями жениться, между двоюродными братьями. Это тоже, они уже до этого дотукались, біздің ата-бабаларымыз оны шығарғанына 2000 жыл, 5000, 6000 жыл, может 12000 жыл болған шығар. 12000 жылдық әулиелерді табылып жатыр. Это представляете, какой древний народ мы. Баланы тәрбиелеу керек. Қазақша. Біздің даже сөзімізде, вибрациясында, қазақ тілінің вибрациясының өзі емдік несі бар, қасиеті бар, понимаете, да?